Рамазан сендетеп соққы! Рамазан! Ораза! Және! Гол! Әдемі соғылған голдар футболдың сәнін кетіреді. Жалпы әдемі гол дегеніміз не? Футболшының батылдық жасап, допты алыстан теуіп гол соққаны, немесе бірнеше қорғаушыны алдап өтіп қақпаны тура көздеуі жанкүйерлерге қатты ұнайтыны жасырын емес. Мұндай голдардың біразын өзіміздің қазақ футболшылары да соғып тастаған десем, сенесіздер ме? Ендеше видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Сонымен қазақ футболшылары соққан үздік голдар атты видеомыздың екінші бөлімін назарларыңызға ұсынамын. Видео басталмай тұрып, қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Олай болса, бастадық. Бүгінгі топтамамыз Ғафуржан Сүйінбаевтың әдемі голынан бастау алады. 2018 жылға әлем чемпионатына іріктеу ойыны қарсаңында Қазақстан құрамасы сырт алаңда азулы Дания құрамасымен жолықты. Ойын басталмай жатып-ақ бұл матчта қарсыластың басым түсетіні бәріне мәлім еді. Алайда отандастарымыз Данияның қақпасына әдемілеп тұрып гол соғуды жақсы меңгерген. Матчтың 17 минутында қарсылас қорғаушысынан келген допты қабылдаған Ғафуржан Сүйінбаев көп кідірместен алыс нүктеден қарсылас қақпасына жойқын соққы бағыттап, Данияның қақпасына әдемі гол соғылды. Иә, сол матчта құрамамыз 1-4 есебімен жеңіліске ұшырады. Дегенмен Сүйінбаев соққан жұбаныш голы расымен де әдемі стильде орындалды. 2 goals down against Poland, and they're going for a long-range effort. What a fantastic reply! A cracking goal! Battle about that. Suyunbayev, an unlikely scorer, but what a goal to remember. жылғы конференция лигасында Тобыл командасы өте жақсы нәтижелер көрсетіп, алысқа дейін барып, қазақ жанкүйерлерін біраз қуантты. Ең жарқын ойындардың бірінде Тобыл екінші іріктеу кезеңінде өте мықты швейцариялық Базель командасымен кездесті. Бұл ұжым осыдан бір маусым бұрын конференция лигасының жартылай финалына дейін жеткен еді. Көпшілік фаворит команданың өз алаңда оп-оңай жеңіске жететініне сенімді болған, алайда іс жүзінде бәрі басқаша болды. Қостанайлық клуб сырт алаңда Базельді 1-3 есебімен тізе бүктіріп, бәрін таңғалдырды. Кездесудің 62 минутында Рамазан Оразов рикошетпен ұшып келген допты кеудесімен тосып алып, қарсылас қақпасына дәл соққы бағыттап, әдемі гол соғылды. Рамазан сендетеп соққы! Рамазан! Оразов! Ағайын! Гол! Мінекей гол! Құрметті көрермендер, бірер секунд назар аударсаңыздар, видеоларымызды тамашалайтындардың көбісі әлі де біздің арнаға тіркелмеген екен. Сіз де солардың қатарындасыз ба? Егер видео ұнап жатса, дәл қазір арнаға жазылып, лайк басып жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ тілінде футбол жайлы сапалы контент жасау сіздердің қолдауларыңызға тікелей байланысты. Біле жүріңіз, сіздің әрбір лайк басып тіркелуіңіз біз үшін үлкен мотивация. 2025 жылдың қазан айында әлем чемпионатына іріктеу ойын аясында Қазақстан құрамасы өз алаңда Лихтенштейнмен кездесті. Көпшілік жанкүйерлер үшін бұл ойынның ешқандай маңыздылығы да, ешқандай қызығы да болмады. Әлемдегі ең әлсіз құрамалардың бірі саналатын Лихтенштейнді кез келгеннің ұта алатыны баршаға әу бастан түсінікті болған. Көтергенде отандастарымыз бұл матчта өз білгендерін жасап, толассыз шабуылдап, қарсыласты жауапсыз 4 топ басымдылығымен талқандады. Әсіресе бұл матчта 22 жастағы Ғалымжан Кенжебек жасындай жарқырап 2 гол соғып, матчтың үздігі атанды. Кездесудің 26 минутында ол жалған қимыл жасап, алдында тұрған 2 қарсылас қорғаушысын қапы қалдырып, қақпаға соққы бағыттады. Зулап ұшқан доп дәл тоғыздықтан табылды. Ғалымжан Кенжебек дәл қазіргі сәтте қазақтың ең үздік футболшыларының бірі саналуда, әрі болашағынан зор үміт күттіруде. Қазірдің өзінде оған біршама еуропалық командалар қызығып жүр. Добрал Кенжебек, Ғалымжан справа и гол! 1-0! Роскошный удар Ғалымжана Кенжебека.
Нұрбол Жұмасқалиев мансабында 167 гол соғып, қазақ футболы тарихындағы ең жарқын футболшылардың бірі болған. Футболшының басты артықшылықтарының бірі ол алыстан жойқын соққы бағыттауға бейім болатын. Соны 2006 жылы қостанайлық тобыл УЕФА кубогы турнирінде, яғни қазіргі Еуропа лигасында сырт алаңда Базельмен жолақты. Кездесудің 49 минутында Нұрбол Жұмасқалиев қақпадан алыс нүктеден сол аяғымен сылқ еткізіп, жойқын соққы бағыттады. Зеңбірекше зулап ұшқан доп қақпаның дәл тоғыздығынан бір-ақ табылды. Қарсылас қақпашысының бұл соққыны қайтаруға ешқандай да мүмкіндігі болмады. Достар, осы кідірісті пайдаланып сіздерге Ерсін Ерік комментаторының YouTube арнасы Ер Спорт атты каналға тіркелуді ұсынамын. Бұл арнада қазақ футболына қатысты өзекті тақырыптарға толы көптеген видеолар мен шолулар бар. Тамашалап тіркелуге кеңес беремін. Соңғы шыққан видеосының пікіріне нағыз футбол арнасынан келдік деп жаза кетсеңіздер керемет болар еді. Біздің бүгінгі үздік голдар топтамамыздың ең бірінші орнына әрине Абат Айымбетовтың супер голы жайғасады. Сол жылдары Қазақстан құрамасы өз тарихында бұрын соңды болмаған керемет жеңістерге жетіп, Еуропаны біраз шулатқан еді. 2024 жылғы Еуропа чемпионатына іріктеу матчы қарсаңында біздің құрама сырт алаңда Солтүстік Ирландия құрамасымен күш сынасқан болатын. Британиялық ұжыммен болған матч оңайға соққан жоқ. Ақырғы минуттарға дейін қос команда да бір-біріне гол соғылмады. Барлығы тең аяқталады ау деп отырған кезде отандастарымыз күтпеген жерден гол соғып кетіп, жеңісті жұлып алды. Алаңға басқа ойыншының орнына енді алмасып шыққан Абат Айымбетов әріптесінен пас алып, алға қарай жүйткіді. Ол қарсыластың бірнеше ойыншыларының арасынан оп-оңай өте шығып, кейіннен қақпашыны да қапы қалдырып, Мессидің стиліндегідей керемет гол соғылды. Осылайша Айымбетов жанкүйерлерге керемет жеңіс голын сыйлап, кездесудің басты қаһарманы атанды. Ирландия ойыншылары Абат кетті алға қарай қарады. Оң жақта кім бар? Міне өзі жүгіріп кетті ортамен. Және! Гол! Абат Айымбетов! Есеп 1-0! Қазақстан! Тамаша гол! Бүгінгі үздік голдар тізіміне Максим Самородовтың соққан әдемі голын бонус ретінде қосып өтуді жөн санадық. 2024 жылы Ресей премьер-лигасы ойындарының бірінде Қазақстан құрамасының жартылай шабуылшысы Максим Самородов қарсылас айып алаңына еніп, бірнеше қорғаныс ойыншыларын алма кезек алды өтіп, әдемі голдың авторы атанды. Кейіннен Ахмат клубында өнер көрсететін Самородовтың бұл соққан голына жанкүйерлер ерекше тәнті болып, гол соғылған эпизод әлеуметтік желілерде қызу таралды.